Балалар, мектеп жобасында біз 2-В сынып оқушылары мақта қыз бен мысық деген халық ауыз ертегісін оқыдық. Мақта қыз бен мысық. Bir күні мақта қыз үйін сыпырып жүріп, бір мүйіз тауып алады. Мысығымен бөлісіп жемекші болып, мысығын шақырады. Мысығым, мысығым дейді. Бірақ мысық естімейді. Келмесең келме деп, мақта қыз мүйізді өзі жеп қояды. Біраз уақыттан кейін мысығы келеді. Мақта қыз, мені не үшін шақырдың дейді. Бірақ мақта қыз ештеңе демейді. Сен егер де айтпастан, мен сенің қатығыңды төгемін дейді. Сен менің қатығымды төксең, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық мақта қыздың айтқанын тыңдамай, қатықты төгіп жібереді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Содан мысық сиырға барады. Сиыр, сен маған қатық бересің ба дейді. Сиыр: мен шөлдеп тұрмын, сен маған су бер дейді. Мысық су іздеп жүргенде суда асып жатқан қыздарды көреді. Сендер маған су бересіңдер ма дейді. Қыздар айтады: ол үшін сен бізге сағыз әкеп бер дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші: алдымен сен маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауық: бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не істеймін деп бара жатқанда, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Тез, жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан: үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық тышқанға: бір уыс тары берші дейді. Ол үйіне кіріп тары береді. Одан кейін ол тарыны тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр оған қатық береді. Қатықты мақта қызға апарып беріп, мақта қыз мысыққа өз құйрығын қайтарып береді. Балалар, мақта қыз бен мысық ертегісін оқыңдар, сау болыңдар.